Бүгін Мұғалжар ауданының Ақкемер және Алға ауданының Қарақұдық ауылдарына көгілдір отын беріле бастады. Елді мекен тұрғындар үшін үлкен қуанышқа айналған бұл шараларға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты. Енді 2000 шамалас халқы бар Ақкемер мен Қарақұдықтың 800-ден астам тұрғыны отын тасып, күл шығарған бейнеттен арылды. Тақырыпты Серік Әбдібек толықтырады. Ақкемер жұрты көгілдір отынды кеңес заманынан аңсап келді. Күре жолдың бойында темір жолдың іргесінде орналасқанымен, бұрын ауылды газдандыруға мүмкіндіктер мүлдем қарастырылмаған. Енді елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ауыл аймақты дамыту жөніндегі тапсырмасының негізінде ақкемерліктерде елдің табиғи байлығының игілігіне сезінетін сәт туды. Ауылдықтар үшін ғасырдың басты жаңалығына баланатын қуанышты бөлісуге келген облыс әкімі Бердібек Сапарбаев тайлы таяғы қалмай жиналған халықты осынау ерекше күнімен құттықтады. Бұл тәуелсіздіктің елбасының сарабдал саясатының жемісі. Өздеріңіз жақсы білесіздер, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев егемендік алған күннен бастап жүргізіп отқан саясаты қандай бір қиындықтар болмасын, экономиканы дамыту арқылы халқымыздың тұрмысын, әл-ауқалын жақсартамыз деп. Мына сол алыс жатқан сіздердің Ақкемер ауылдарыңызда осы мынау экономиканың дамуының арқасында мемлекет басшысының жүргізіп отқан саясатының нәтижесінде сіздерге көгілдір отын келіп отыр. Білеміз, 70 жыл болған Совет үкіметінің кезінде де көгілдір отын осындай алыста жатқан елді мекендерге бармаған. Міне осы аз ғана уақыттың ішінде қазіргі таңда Ақтөбенің халқы 86% газбенен қамтамасыз етілген. 47 шақырымнан тартылған газ құбырының құрылысы 2 жылдың көлемінде аяқталып отыр. Бас мердігер Влад серіктестігі бекітілген кестеден ауытқымай, жоспарлы жұмыстарын ұқыптылықпен жүргізген. Қазірдің өзінде 52 үй құжаттарында, тұрбаларында ертерек қолға алып, көгілдір отынның игілігін көре бастады. Ауыл басшылығының мәліметінше, жыл соңына дейін тағы 200-ге жоқ шаңырақ күл шығарудан құтылады. Республикалық бюджеттен негізгі жаңа заказчығы энергетика басқармасы республикада 497 миллион теңге толығымен игеріліп, жұмыстар аяқталды. Салтанатты жиын барысында ауыл ақсақалдары, теміржол саласының еңбеккерлері мен жас мамандардың өкілдері де Ақкемердің қуанышына қатысы бар тұлғаларға алғыстарын айтты. Ал газдың бұранын ашу рәсімі ауыл ақсақалдарына тапсырылды. Үлкенге құрмет облыс басшысының биыл 90 жасқа шығып отырған Шамшырақ әжейдің үйіне барып, құттықтауынан да сезілді. 8 баланы өмірге әкеліп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып отырған Кейуана облыс басшысының бұл ілтипатымен елге келген қуанышқа балаша шаттанып отыр. Жаңа келіп, жаңа жетіп жатырмыз ғой газға. Балдарымыз жетіп жатыр. Міне Құдайдың бергені бұдан артық не керек біздерге? Балдарым бақытты болып, өмір жасы ұзақ болса, осы балдардың қызығын көріп, 10 бала тапқан анамын мен. Мен енді 90-ға келіп тұрмын ғой қазір енді. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Ақкемер ауылындағы сауда орындарының бірінде аралап шықты. Ондағы халыққа ең қажетті азық-түліктің бағасын біліп, кәсіпкерлерге тауарды негізсіз көтеруге болмайтындығын ескертті. Сонымен қатар ауылда тұрып, нан мен сүтті, жұмыртқаны сатып алудың қисынсыз екендігін атап өтті. Жергілікті мектепте ресурстық орталық атын иеленіп, жас ғалымдарды тәрбиелеуге талпынған, бірақ ғимараты ескі, оқу әдістемелік құралдарының тозығы жеткен. Оқушылар көже өсіру мен инкубатордың шағын үлгілерін жасаған. Алайда ұлттық бірыңғай тестілеу көрсеткіштері бойынша Белортадағы мектеп басшылығына ақылын айтты. Үздік мектептің оқушылары Назарбаев университетінен табылуы тиіс. Мына біздің облыстан сол университетке көбірек барып оқу керек. Сонда біз айта аламыз, біздің облыстың, болмаса осы мына Мұғалжар ауданының Ақкемердің білімі сол стандартқа сәйкес келеді деп. Жергілікті мәдениет үйінде де облыс әкімі Бердібек Сапарбаев тұрғындармен кездесіп, елдің кешегісі мен бүгінгісі, алдағы мақсат міндеттер туралы аздаған дәріс оқыды. Мағыналы әңгімеге ұйыған жастарға да ағалық ақылын айтты. Ең басты талап жалқаулық пен масылдықтан арылу. Енді шынын айту керек, кейінгі кезде өкіметке көп сеніп кеткенбіз. Мынау жас жігіттер әке-шешелерінің зейнетақысына, әйелінің жәрдемақысына күн көргісі келеді. Қазіргі заманда олай болмайды. Қазіргі заман басқа. Егер біз өзіміз барлық мүмкіндікті пайдаланып еңбек ететін болсақ, онда жағдайымыз жаман болмайды. Мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттерін өзінің халқының алдында орындайды. Ол жаңа айтқан мына ағаларға, апаларға дер кезінде зейнетақысын беру, көп балалы аналарға жәрдемақы, мынау мектепте, мынау клубта
ауруханаларда жұмыс істеп жатқан кісілерге дер кезінде жалақысын беру. Одан кейін жарықпенен, суменен, жылуменен, жолменен қамтамасыз ету. Ол жағынан енді мемлекет өзінің барлық міндеттерін қазіргі таңда қандай бір экономикалық дағдарыс болмасын толығымен орындап отыр деп айтуға болады. Ақкемердегі қуаныш Алға ауданының Қарақұдық ауылында жалғасты. 17 ұлттың өкіл тұратын шағын елді мекен тұрғындары көгілдір отынды күткелі көп болған. Биыл ғана басталған жұмысты Ерзат өндірістік кооперативі қысқа уақытта тәмамдап, елдің алғысына бөленіп отыр. 110 миллион теңге толық игерілді, ауылға газ жетті. Ауылдықтар болса, ғасырларға созылған бейнеттен құтылды. Енді жылда 10 тоннадан көмір аламыз. 10 тонна көміріміз 12 мыңға дейін барады ғой. Ағашымыз бар. Оны кіргізесін, шығарасын. Оған мал сатамыз, ақшамыз жоқ, айлық жоқ, жұмыс жоқ. Қазір жақсы болды. Қазір қуаныштымыз. Неше жылдан бері мықты толықтым. Неше жылдан бері күттік қой, осы келет дегесін. Жақсы болды. Көгілдір отынның жетуіне байланысты салтанатты жиында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қазақ елі тәуелсіздікке қол жеткізген соңғы 24 жылда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен халықтың әл-ауқаты жақсарғандығын атап өтті. Еліміздің ең шалғай ауылдарына дейін жетіп жатқан әлеуметтік саладағы жаңашылдықтармен қолдау президенттің тапсырмасы. Көгілдір отынның сіздер үшін қандай пайдасы бар екенін жақсы білесіздер. Ең бірінші бұл енді мәдениетті, тазалықты әрбір жанұяға енгізеді. Екіншіден, егер бұрын көмірменен үйлеріңізді жылытқанда жылына 70-80 мың қаржы жұмсайтын болсаңыздар, қазір енді ол 2 есе төмендеп, яғни 30 мың теңгенің көлемінде болады. Дәл сондай осында орналасқан бюджеттік мекемелердің аурухана болсын, мектеп болсын, мәдениет үйі болсын, бұлардың да шығарып отқан шығындары азаяды. Жалпы бұл біздің мемлекетіміздің дамығанын тағы да бір көрсетеді. Тұрғындардың қуанышымен бөліскен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев 900-дей тұрғыны бар ауылдағы жекенің қолына өтіп қаңырап қалған мәдениет үйінде көрді. Кезінде одақтың қамбасына миллион тонналап астық құйған ауыл үшін қазіргі тіршілігі келісті емес. Облыс басшысы тез арада мәдениет үйін жөндеп, ел игілігіне пайдалануды тапсырды. Ал орта мектептің іргесі де сөгіле бастаған, бірақ ұстаздар мен оқушылардың білімге құштарлығы жоғары. Ал бұрынғы түлектерінің көмегі орасан. Қазіргі таңда осы 50 жылдықта мектебімізге бір экран сыйлады, және мектептік мебель тапсырды, бірнеше екі тақта тапсырды, мектеп тақтасын. Әлде сол түлектермен хабарласып жатырмыз, осы мектепке демеушілік жасауға. Қарақұдық ауылына жаңа мектеп салынатын күнде алыс емес сияқты. Облыс әкімі Бердібек Машбекұлы аудан басшылығына жаңа ғимараттың құжаттарын рәсімдеп, алдағы жылдары қаржы бөлуге сақадай сай қылуды тапсырды. Облыс әкімі бас сұққан ауылдық фельдшерлік амбулаториялық бекеттіңде тіршілігі қалыпты. Бас дәрігердің есебі түзу, бағыты дұрыс. Ал Маржанбұлақ ауылында асыл тұқымды сиыр өсіріп, ойсыл қараның тұқымының әр басынан 16-17 литрден сүт алып, май қаймағын қала базарларына өткізуді жолға қойған Русарт шаруа қожалығының басшылығы өз ісіне сенімді. Сементал тұқымды 50 сиырдың сүті қала базарларында жоғары сұранысқа ие. Малдың жем-шөбі, суы мен тұзы алдында. Тіпті дуалды оқыту жүйесін енгізуге байланысты Ақтөбе ауыл шаруашылығы колледжінің оқытушылары мен студенттер де шаруашылыққа қолғабысын тигізіп жатыр. Біздер сельхоз колледжден осы хозяйствоға келіп көмектесіп тұрамыз. Біздердің договорымыз бар, бұлармен жасасқан трехсторонний. Немен палата предприниматель, сосын біздің колледж, осы хозяйствомен. Осыларға келіп малды қолдан ұрықтандыруға көмектесеміз. Мұны біздер бір группа күнге 3 баладан алып келеміз, осында малға шыруға алып келіп, осында өткіземіз, малға шырамыз. Облыс орталығынан 20 шақырым жердегі Маржанбұлақ ауылында ешкі өсіріп сүтін нарыққа шығаруды көздеп отырған шаруада бар. Облыс әкіміне ісінің қыр-сырын айтып, жоспарлармен бөліскен шаруашылық иесінің кәсібіне облыс әкімі оң бағасын берді. Ал шағын жылжайда қыс мезгілінде құлпынай өсіруді қолға алған Темірхан Құлбасовтың бизнесі біздің өңір үшін тың бастама. 200 шаршы метр жерде 600 түп құлпынай отырғызған шаруа алғашқы өнімін алып үлгерді. Бірақ әзірге қыста қызарған жеңсік ас құтты болсын айтқан ағайындардан ауыспай тұр. Алайда Құлбасовтың жемісін базардан табатын күнде алыс емес сияқты. Биыл бастап, теплицаны бастап салып көрейік. Сосын клубника енді қазір базарларда нелерде қыстың күні болмайды. Осы халық көп таршылық көрмесін деп соны бастап жатырмыз.
көреміз енді болашақта тағы да жақсы шығып нетіп жатса, ары қарай өсіріп, теплицаларды көбейтіп, бара-бара осы базарды толтырсақ, ары қарай консерві шығарамыз ба деген ойымыз бар. Жалпы бұл іске жеке кәсіпкер өзінің 12 миллион теңге қаражатын салған, болашақта жұмыс орындарында көбейтеді. Негізінен еліміздің әлеуметтік экономикалық салаларды өркендету саясатында да осындай кәсіпкерлердің үлесі жоғары. Ал газ жүргізу, құбыр тарту сияқты күрделі жұмыстарды мемлекет өз күшімен атқарады. Мәселен, 2013-2015 жылдар аралығында Ақтөбе облысының 30 елді мекеніне көгілдір отын берілген. Жалпы облыстың 86% бүгінгі күні газбен толық қамтылып отыр. Ал 2015-2017 жылдар аралығында Қазтрансгаз аймақ серіктестігінің есебінен облыстың тағы да 9 елді мекеніне көгілдір отын жеткізілмек. Ақтөбе, Алға, Қандыағаш қалаларында автоматтандырылған газ тарату станциялары салынады. Шалқар қаласының газ желісі жаңғыртылмақ. Серік Әбдібек, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.